Қыркүйектің соңына дейін Петропавл әуежайы Астана мен Алматыдан келетін ұшақтарды қабылдауы тиіс. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов әуежайдың құрылыс жұмысымен танысып, мердігерлерге осындай тапсырма жүктеді. Сонымен қатар аймақ басшысы спорт сарайында болып нысанның құрылысымен танысты. Толығырақ тілшіміз Самат Сапаралы тарқатады. Өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан әуежайдағы жұмыс қарқынымен танысты. Жоба жетекшісі Александр Луценконың айтуынша, бүгінгі күні ұзындығы 900, ал ені 40 метрлік негізгі ұшу алаңы дайын. 700 метрлік суағар кәріз жүйесі де қалыпқа келтірілді. Мамандардың айтуынша, жұмыс жоспардағыдай атқарылуда. Енді тек ауа райы қолайлы болса болғаны. Я вот поручаю сейчас проработать. Авиакомпаниялармен жұмыс істеңіздер. Айдың соңында Астана және Алматы қалаларымен байланыс болуы тиіс. Және де басқа жұмыстардың бәрін жалғастырып, келесі жылдың 1 шілдесіне дейін жөндеу жұмыстары толықтай аяқталуы қажет. Спорт сарайында да қызу жұмыс. Спорт кешеніндегі көптен күткен мұз айдыны мен жеңіл атлетика алаңын осы айда тапсыру жоспарлануда. Бұл күнді облыс және қала спортшылары да ынтызарлықпен күтуде. Өйткені ашылған күннен бастап мұнда коньки және допты шайбалы хоккеймен тәулік бойы жаттығуға мүмкіндік тумақ. Құлагер наша команда уже есть. Құлагер командамыз да бар. Құрамада солтүстік қазақстандық ойыншылардың басым болуы да маңызды. Кеңес уақытында солтүстік Қазақстанда Өскеменнен кейінгі екінші үздік құрама болатын. Сондықтан да бұл спортты қайта жандандыру керек. 15 қыркүйекте спорт сарайында жылу құбырлары тексерістен өткізіліп, 20-сына қарай жылу берілмек. Облыс әкімі спорт кешенінің аймағына да көз жүгіртіп, қыркүйектің 25-іне қарай тұрғын үйлер мен әлеуметтік маңызы бар ғимараттарға жылу беру керектігін ескертті. Былтыр күннің суытына байланысты қалаға 25 қыркүйектен бастап жылу берілді. Биыл да көп қабатты үйлер жылыту маусымына дайын. Қазіргі уақытта тек 2 магистральде жұмыс пысықталуда. Бұл мәселе де осы айдың 20-сына дейін шешілмек. Ал спорт сарайына қыркүйектің 23-не жылу беріп, мұз айдынын құюды бастай беру керек. Самат Сапаралы, Анатолий Белонок, ақпарат.